Арма атыраулықтар, ертемен оянып жұмысқа қамданған барша көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Бүгін біздің студиямызға, қонақжай студиямызға тағы бір мейманымыз келіп жайғасты. Дәл қазір таныс болыңыздар. Шырайлым Шайдоллаева Атырау қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы. Шырайлым, қош келдің студиямызға, көңілге қалай? Сәлеметсіз бе Арай, қайырлы таң атыраулықтар. Көңіл-күйім өте жақсы. Жақында тіл дарын 2015 облыстық байқауға қатысып, бас жүлдені қанжығаңа байлаған екенсің. Жалпы бұл шара қандай деңгейде өтті? Өзіңе ұнады ма? Иә, Атырау облыстық тілдер басқармасы ұйымдастырған бұл олимпиада маған өте жақсы ұнады. Бұл олимпиада жоғары деңгейде өтті дей аламын. Бұл байқаудың әділ қазылар алқасына қаламыздың үш тілде жетік меңгерген мамандары атсалысты. Және де менің қарсыластарым өте мықты болды дей аламын. Қанша оқушы бақ сынады? Жалпы осы байқауға қатысқан сенің бәсекелестерінің білім біліктілерін қалай өзің бағалар едің? Бұл байқауға 10 адам қатысты. Осы қатысушылардың ішінде ұстаздар да, студенттер де, оқушылар да болды. Тапсырмалар өте қиын болды дей аламын, бірақ та олардың барлығын орындай алдым. Неше кезеңнен тұрды? Жалпы әрбір кезеңнің өзінің ерекшелігі болған шығар? Бұл байқау 3 кезеңнен тұрды. Біріншісі қазақ тілінде, екіншісі ағылшын тілінде, үшіншісі орыс тілінде. Тапсырмалар бірінші тақырыптың толықтай мазмұнын ашу, екіншісі эссе жазу, үшіншісі ілеспе аударма жасау. Ал енді өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп жатамыз. Жалпы сен өзің 3 тілді біледі екенсің. Қазақ тілін, енді ол өзіңнің ана тілің, орыс тілі, ағылшын тілі. Енді бұны меңгеруде жалпы қарап тұрсақ оңай емес, үлкен жетістік деп ойлаймын. Жалпы өзіңнің осы 3 тілді меңгерудегі маңыздылығы қандай деп ойлайсың? Әрине, қазіргі таңда елбасымыз Қазақстанды дамыған елдер қатарына кіргізу үшін көп еңбек жасап жатыр. Соның ішінде 3 түрлі тіл саясаты. Біздің мектебіміз бұл саясатты іс жүзінде атқарып жатыр. Яғни біздің сабақтарымыз 3 тілде өткізіледі. Біз ағылшын тілінде ойымызды жетік түсіндіріп, орыс тілінде жазамыз, қазақша сөйлейміз. Сондықтан бұл осы 3 тілді меңгеру қазіргі жастар үшін өте маңызды. Сонымен қатар біздің мектебімізде Қытай, неміс, француз секілді тілдер енгізіліп жатыр. Сондықтан болашақта жастар тек қана 3 тілмен шектеліп қана қоймай, 5-6 тілді де меңгеріп шығады. Бәрекелді. Бұның өзі үлкен жетістік, әрине біз қуаныштымыз өте. Ал енді Шырайлым, өзің білім алып отырған орда Назарбаев зияткерлік мектебінің жеткен жетістіктері де өте көп шығар. Бізде көрермендермен бірге бөлісе отырсаң. Әрине, менің мектебінің жеткен белестері өте көп. Соның ішінде алдыңғы жылы бүкіл Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында өткен арт-фестивальдан актерлік шеберлік клубының оқушылары болып, гран-при жеңіп алдық. Мәңгілік ел тарихы деген көлеңке театрын қойған болатынбыз. Сонымен қатар Ниш-пресс баспасөз клубы да өте үлкен белестер бағындырды. Соның ішінде алдыңғы жылы біз «Арман-асу» атты фильм түсірген болатынбыз. Бұл фильм қаламыздағы Әділхан деген кішкентай балаға әлеуметтік қолдау ретінде ұсынылды. Одан кеткен қаражатты сол баланың жазылуына, аюғына жібердік. Сондықтан біздің мектебіміз тек қана зияткер емес, сонымен қатар қол ұшын бере алатын, адамгершілігі мол оқушы тәрбиелейді. Қайырымдылық шарасын ұйымдастырған екенсіңдер, неке өте жақсы, үлгі аларлық жағдай әрине. Енді қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектебінің Ниш-пресс баспасөз клубында өзің тілші қызметін атқарып келеді екенсің. Әрине, бұл сабағымен бірге бұны алып жүрудің өзі де үлкен абырой. Сондықтан саған осы дәл қазір баспасөз клуб жөнінде сұрағым келіп отыр. Сені несімен қызықтырды? Жалпы не үйретті бұл баспасөз клубы саған? Не үйрендің? Назарбаев зияткерлік мектебінде 20-ға жуық клубтар бар. Біздің мектебіміз тек қана зияткер оқушыны шығарып қана қоймай, сондықтан оны жан-жақты етуге талпынады.
Біз сабақтан шыққан бойда түрлі клубтарға барамыз. Соның ішінде менің сүйікті клубым Нешпресс, баспасөз клубы. Бұл клубқа мен 2 жылға жуық қатысып жүрмін. Біз Нешпресс клубында түрлі көптеген тілшілер, телеоператорлар, монтажерлер жұмыс атқарады. Біз мектебіміздің қызықты өмірін оқушыларға жеткізіп, оларды алға тарттырып отырамыз. Түсінікті. Жалпы болашақта енді тағы қандай, мысалы, полиглот жарыстарға, тіл саласына қатысты шараларға қатысу ойыңда бар ма? Иә, болашақта бұндай жарыстарға тағы да қатысу ойымда бар. Оған қызу дайындықпен барып, тағы да бас жүлде аламын деп сенемін. Бәрекелді, енді өзің дегеніңе жет. Енді болашақта өзің кім болғың келеді? Болашақта мен бұрыннан тілші болғым келген, журналист болғым келген. Және Нешпресс клубына жазылу да осы арманым жетеледі. Бірақ қазіргі таңда қызығушылығым өзгеріп, елімнің дамуына үлес қосу үшін архитектор, дизайнер болғым келеді. Өте жақсы. Енді қазірден бастап өзіңді соған байланысты дайындап жатырсың. Енді болашақтың еншісінде дейсің ғой. Иә. Жаңа айтып өттің, баспасөз клубы жұмыс жасайды, сонымен қатар мектептің де ерекшелігін айтып отырсың. Қазір сені тамашалап отырған басқа да мектептің оқушылары бар көріп отырған. Бұл Назарбаев зияткерлік мектебі қандай ерекшелігі бар? Және химия, биология бағытында оқитын болғандықтан 12-ші сынып оқушысы деген қазір енді соның өзі басқа оқушыларды қызықтырып отырғанына енді сенімдімін. 12-ші сыныпта не оқисыңдар? Біздің мектебіміз өзге мектептер секілді емес, бұл кіріктірілген жүйемен оқытылады. Өзге елдерден көптеген шетелдік мамандар бар, солармен жұмыс жасаймыз. Және де 12-ші сынып басқа мектеп оқушыларына таңсық болар. Яғни біз бұл сыныпта алдымызда келе жатырған көптеген емтихандарға, PISA, SET, IELTS секілді емтихандарға дайындаламыз. Осы емтихандарға дайындалып, жақсы тапсыруға арналған сынып дей аламын. Қазақ, орыс, ағылшын тілін меңгерген жастардың арасындағы тілдарын облыстық олимпиадасында бас жүлдені иемденген дипломы мінекей басқа бізді көріп отырған оқушыларға үлгі болады деп ойлаймын. Енді қазір сені көріп отырған көрермендерге өзіңнің таңғы лебізіңді білдіре отырсаң? Арайлы Атырау қаласының тұрғындары, қонақтары, сіздерге бұл күнді жақсы өткізулеріңізге тілектеспін. Бұл күнді шуақты, жарқын және қызықты өткізіңіздер, қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер деймін. Ой, бәрекелді, рахмет, Шырайлым. Өзіңнің есімің де ерекше екен, есіміңе де лайықты халықтың болашақта қалаулысы бола біл, және өзіңнің балғын армандарыңа жете бер деп тілек білдіремін саған. Болашақта жаңағыдай сені журналистиканың үлкен тұғырынан көре берейік. Мінекей, құрметті көрермендер, бүгін бізге осындай студиямызға келіп, қызықты әңгімесімен бөліскен Шырайлым Шайдоллаева, Атырау қаласында химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы. Мінекей, сіздермен бірге болған біздің таңғы ұжым, ал дәл қазір арна әрі қарай жалғасады. Кезекті әсем әнге береміз.